Сәлем достар, сіздермен бірге мен Нурик. Бүгін мен сіздерге Я Легенда фильмін қысқаша айтып беретін боламын. Достар, видео басталмас бұрын дәл қазір лайк басып, комментке келесі видеода көргіңіз келетін киноны жаза кетіңіз. Кино телевизорда болып жатқан интервьюден басталады. Мұнда доктор рактан 100%-ға емдейтін дәрі табылғанын айтып отыр. Бірақ та мұның бәрі ақыр заманға дейін еді. Әлгі дәрі адамдарды құбыжыққа айналдыратын вирус болып шығады. Интервьюдан соң арада 3 жыл уақыт өтті. Әлемдегі ең танымал қаланың бірі Нью-Йорк бос тұр. Көшелер ескі көліктермен толып тұр, ал асфальттан шөп өсіп кетіпті. Бір кезде бізге жолда келе жатқан қызыл Мустанг Шелби көлігін көрсетеді. Рөлде киноның басты кейіпкері Роберт отыр. Ал оның жанында неміс овчаркасы Сэм. Көлік бос көшені қақ жарып келе жатқанда алдынан бірнеше бұғы жүгіріп шығып соғып кете жаздайды. Роберт бұғыларды көріп іздерінен түседі. Өкінішке орай рөлде отырғасын мылтығымен аталмай қояды. Бұғылар көлік толған көшеге кіріп, оп-оңай қашып кетеді. Роберт көлігінен түсіп, жаяу аңға шығуды шешті. Қараусыз қалған қала біртіндеп орманға айнала бастапты. Жігіт бір бұғыны көздеп тұрғанда арыстан келіп оны жеп қояды. Бір емес бірнеше арыстан жүргендіктен жігіт оғым жетпес деп кері шегінеді. Күн батып барады. Роберттің кеш батқанын білдіретін таймер шырылдайды. Ол басқа бір көлікке мініп алып итімен бірге үйіне қайтып оралады. Үйіне келген соң тамақ жасайды, содан соң итін жуындырады. Роберттің иттен басқа досы жоқ. Ол үлкен қалада жападан жалғыз өмір сүреді. Күн бата бастағасын Роберт барлық терезелерді темір қоршаумен жабады. Содан соң есікті дұрыстап кілттейді. Түнде ол итімен және мылтығымен бірге ваннада ұйықтап жатқанда сырттан түсініксіз дыбыстар естіледі. Ұйықтап жатып Роберт бұрынғы кезін көреді. Ол вирустың тарауы өршіп тұрғанда үйіндегі әйелі мен қызын эвакуацияға жіберіп жатыр екен. Роберт полковник болғандықтан сопровождениені қосып келеді. Бір кезде радиодан вирустың ауа арқылы жұғатынын және де бүткіл Нью-Йорктың карантинге жабылайын деп жатқанын естиміз. Роберттің басты мақсаты әйел бала шағасын қауіпсіз жерге жіберіп, қалада қалып вирусқа қарсы вакцина ойлап табу екен. Көлікке бір адам басымен соққан кезде Роберт ұйқысынан оянып кетеді. Оянса ваннада емес төсегінде жатыр екен. Тұра салып жаттығуларын жасайды. Содан соң подвалына түсіп итке кіруге болмайтын лабораториясына кіреді. Бұл жерде ол бос отырмай құбыжықтарды емдейтін вакцина жасап шығаруда. Ойлап тапқан дәрісін құбыжық егеу құйрықтарға тексереді екен. Барлық тышқандар зомбиға айналып адамға шабуыл жасайын деп тұр. Тек біреуіне ғана вакцина әсер етіпті. Бұны көрген Роберт таң қалып, енді вакцинаны құбыжық адамдарға тексеремін деп қағазына жазып алады. Роберт қолына винтовкасын алып сыртқа шығады. Жалғыздықтан қиналған жігіт кітапханадағы манекендермен достарын көргенде амандасады. Осылай сөйлесу арқылы психикасын нормада ұстап қалады екен. Келесі сценада ол қаланың шетінде жүгері жинап жүр. Және де Роберт қаладағы үйлерді тексеріп, тексергеннің картасына белгілеп, өмір сүруге керекті заттарын жинайды. Үйлердің бірінде Роберт осы бөлмені көріп, өз отбасын есіне түсіреді. Бензинді насос арқылы құйып, Роберт біреу-міреу естіп қалар деп радио эфирге шығады. Бұл жерде ол егерде кім мені естісе, оңтүстіктегі портқа көмекке келіңдер деп айтады. Роберт біреу көмекке келер деген үмітпен портқа күн сайын келіп тұрады екен. Бір кезде Сэм бұғыны көріп қалады. Роберт оның ізіне түсті. Бір кезде ит қожайынын тыңдамай бір гаражға кіріп кетеді. Роберт винтовкасын қолына алып гаражға кіреді. Итті шақырды, бірақ келмеді. Жігіт итін өзі іздеуге шықты. Көтеріліп келе жатып, ол баспалдақтан қанды көреді. Сөйтсе әлгі бұғы өліп қалыпты. Ал ит болса мұнда жоқ. Роберт дірілдеп іздеуді ары қарай жалғастырады. Бір кезде ол фонаригімен бұрылып қалса, бір топ мутант тұр екен. Роберт дер кезінде фонаригін сөндіріп үлгерді. Ит қорыққаннан тығылып қалыпты. Бір кезде құбыжықтардың бірі Робертті байқап қалады. Роберт оны кеудеден атып, итімен бірге сыртқа қарай қашады. Оқтың дыбысын естіген зомбилар оны қуып кетеді. Бір зомби Робертке жабысып жерге секіреді. Сөйтсе зомбилар тек түнде ғана жүре алады екен. Әлгі зомби жарыққа шыдамай өліп қалды. Роберт бір зомбиді ұстап, вакцинасын тексеру үшін қақпан құрады. Зомбиді алдау үшін өз қанын қолдануды шешеді. Сосын бағанағы жерге келіп қанын төгеді. Осылайша ол бір зомбиді ұстап алды. Роберт оны мылтығымен ұрып ұйықтатқан соң, оған осы зомби бар күшімен айқайлайды. Роберт таң қалды. Ол бұған дейін аурулардың бұндай болғанын көрмепті. Қақпанға түскен зомби әйел болып шықты. Ол зомбиға тышқанның агрессиясын басқан әлгі вакцинаны салады. Алғашында зомбидің температурасы төмендеп, жүрек соғуы баяулайды. Содан соң ауру әйел бірден ашуланып кетіп, Робертке ұмтыла бастайды. Бірнеше минуттан соң ол ұйықтап қалды. Бұл Робертке ұнамады. Ол экспериментін аяқтап, бөлмесіне келіп, бүгінгі оқиғасын видеоға жазады. Осы кезде біз Роберттің зомбиларға қарсы иммунитеті бар екенін білеміз. Оған ауа арқылы да, тістеу арқылы да вирус шықпайды. Роберт вирус тараған түнді қайтадан есіне алды. Көше жабық тұр. Роберт отбасымен бірге мыңдаған паникадағы адамдардың ортасында келеді. Бұл жерде қауіпсіз зонаға өткізу үшін адамдарды көз арқылы тексеріп жатыр екен. Роберттің әйелінде вирус бар болып шықты. Қайтадан тексерсе вирус жоқ екен.
Роберт отбасын арнайы вертолетқа шығарып салып, итті қалдырып қоштасады. Вертолет енді ұша бергенде Роберт ұйқыдан оянады. Қаланы аралап бір нәрселер іздеп жүрсе, кітапханадағы манекеннің бірі көшеде тұр екен. Ол бұған таң қалды. Бір кезде ол паранойя болып, біреу сырттан бақылап тұр деп ойлап, мылтығымен оңды-соңды ата бастайды. Оғы бітіп, манекенге жақындағанда біреудің құрған қақпанына түсіп қалады. Роберт төмен салбырап тұрып, есін жоғалтады. Сэм тоқтаусыз үріп, қожайынын әрең оятты. Қараңғы түссе де ит кетпепті. Роберт пышақтың арқасында жіпті үзе алды, бірақ та бір нәрсе оның аяғына кіріп кетеді. Оған күн толықтай батқанша көлікке жетіп үлгеру керек. Бір кезде зомбилар адамға ауру иттерін жібереді. Иттер өтейін десе жарықтан қорқып тұр. Күн батқасын үш иттің бірін Роберт атып өлтіреді. Екіншісі Сэмға жабысты. Жігіт иттің арқасында үшеуін өлтіреді. Тек әлгі иттер өлмес бұрын Сэмді тістеп үлгерген екен. Доктор итін аман алып қалу үшін лабораториясына әкеледі. Ол итіне әлгі тышқанға салған вакцинасын егеді. Содан соң итті емделеді деп барынша үміттеніп құшақтап күтеді. Аздан соң Сэмнің жүні түсе бастады. Және де көздері қып-қызыл болып кетеді. Кішкенеден соң ит есін жоғалтып жігітке шабуылдайды. Роберт амалсыздан жалғыз досын тұншықтырып өлтіреді. Содан соң келесі күні оны жерлейді. Күн батқан соң Роберт зомбилардан кегін алуды шешеді. Ол түнде көлігімен шығып, барлық фарларын жағып, алдынан шыққан зомбилардың бәрін қаға бастайды. Жоспар әрине жақсы, бірақ зомбилар қалада өте көп. Зомбилар көлікті төңкеріп, олардың бастығы Робертке келе бергенде, біреу жарық жағып көмекке келеді. Роберт есінен танып қалды. Оны осы әйел құтқарып алған екен. Әйел оның мекен-жайын сұрады, бірақ Роберт зомбилар таппас үшін таңға шейін үйге баруға болмайтынын айтады. Кезекті флешбектен біз Роберттің әйелі мен қызы отырған вертолеттің зомбилардың шабуылына ұшыраған басқа вертолетке соғысқанын көреміз. Роберт оянса, телевизорда Шрек болып жатыр екен. Оның жарақатын біреу тігіп қойыпты. Сөйтсе ол өз үйінде жатыр екен. Ас бөлмеде бір дыбыстар шығады. Жігіт мылтығын алып барса, бір әйел мен бала отыр екен. Роберт мылтығын тастап таңғы асқа келеді. Ол арада 3 жыл өтіп тірі адамдарды кездестіргеніне таң қалып отыр. Әйел оны радио арқылы естіп, портқа келіп күн батқанша күтіпті. Ал ол күні Роберт болса итін жерлеп портқа бармаған еді. Әйел тірі қалған адамдар тұратын колонияға бара жатырмын дейді. Оның айтуынша, салқын таулы аймақтарда вирус өмір сүре алмайды екен. Роберт ашуланып, бұл әлемде бізден басқа тірі адам жоқ дейді. Содан соң бөлмесіне кетіп қалады. Арада бірнеше сағат өтті. Роберт әйел мен балада вирусқа қарсы иммунитет бар екенін біледі. Әйел тірі қалған адамдар тұратын лагерге барайық деді. Роберт болса, вакцина ойлап таппайынша ешқайда кетпеймін дейді. Әйел қанша тырысқанымен Робертті ақыры көндіре алмады. Кеш түсті. Сөйтсе зомбилар кешегі көліктің ізінен түсіп үйде біліп алған екен. Роберт пен әйел есіктерді құлыптай бастайды. Осы кезде Роберттің керек болар деп құрып қойған бомбалары жарылады. Түн ұзақ, зомбилардың саны өте көп. Бомбаның дыбысынан құлағы естімей қалған Роберт екінші этажға көтеріледі. Жоғарыда әйел мен бала жоқ. Бір кезде оған бір зомби шабуылдайды. Роберт оны жеңді. Әйел баласымен бірге шкафтың астында отыр екен. Есіктен қараса, тағы да зомбилар келе жатыр. Үшеуі лабораторияға тығылады. Ашулы зомбилар үйді қопарып адамдарды іздеп жүр. Бір кезде Роберт өткендегі әйел зомбиге вакцинаның көмектескенін байқайды. Зомбилар лабораторияны тауып алады. Оларды тек қалың әйнек бөліп тұр. Роберт әлгі емделген зомбидің қанын әйелге беріп, таңды күтіңдеп осы жерге қамайды. Отбасымен қоштасып болып, әйнек сынғанда Роберт граната шығарып, зомбилармен бірге жарылып кетеді. Соңғы сценада әйел мен бала осы жерге келеді. Мұнда адамдардың базасы бар екен. Роберт басқа тірі адамдар жоқ деп қателескен екен. Примерно в 20 часов 49 минут он нашел лекарство. Осылайша фильм аяқталды. Егер де ұнаса, лайк басып, комментке кино туралы ойыңызды жазып кетіңіз. Арнадан шығатын келесі видеоларды жіберіп алмас үшін тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыз. Сіздермен бірге болған мен Нурик. Келесі кездескенше